қайырлы кеш, құрметті мырзалар мен ханымдар. Бүгін Қазақстан және КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халық қаһарманы, күйші композитор, дирижер Нұрғиса Атабайұлы Тілендиевтің туғанына 100 жыл. Қазақ музыкасының мәдениет саласының жарқын толғасы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдық мерейтойы салтанатты кешіне Хош келдіңіздер! Нұрғиса Тілендиев осыдан бір ғасыр бұрын тура 1 сәуір күні дүние есігін ашқан. Оның маңдайына қазақ музыка өнерінің жарқын өкілі болу тағдыры жазылған екен. Ол бар өмірін, дарынын, халқының рухын асқақтатуға арнаған тарихи тұлға. Ол халқының өнерін халықаралық әлемдік деңгейге көтерді. Ал бүгін Нұрағаның 100 жылдығы халықаралық ауқымда аталып отыр. Нұрғиса Тілендиевтің ғасырлық мерейтойы ЮНЕСКО-ның 42-ші бас конференциясының шешімімен мерекелік іс-шаралар күнтізбесіне еніп, әлемдік деңгейде аталып өтуде. Жақында Түркияның астанасында Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшылығында Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған үлкен іс-шара ұйымдастырылған болады. Оған қоса, еліміздің түкпір-түкпірінде биылғы мерейтой жылы басталысымен композитор құрметіне арналған көптеген шаралар өткізілуде. Десек те, дәл бүгінгі салтанатты концерт осы мерейтойдың ресми бастамасы бет ашады. Олай болса, мерекелік концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық Отырар сазы оркестрі. Астана қаласының Еркеғали Рахматиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының симфониялық оркестрі. Дирижер Отырар сазы оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет, парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева. Нұрғиса Тілендиев, ата толғауы.
Тоқсанғы шетелдіктің сөзіне жазылған Нұрғиса Тендиевтің әні «Жан сәуле».